Баршаңызға сәлем, берекелі дастархан арнасының көрермендері. Бүгін сіздермен бірге өте дәмді болып шығатын пияз нанды әзірлейтін боламыз. Ең алдымен бізге жылы су қажет болады. Ыдысымызға суымызды құйып аламыз. Сосын қажетті мөлшерде тұзды салып араластырамыз. Енді сұйық майымызды құямыз. Сосын үстіне ашытқыны салып тағы да араластырып аламыз. Араластырып болғаннан соң ұнымызды жаймен салып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымызды илеп болғаннан соң салмасын дайындап болғанша тұнықтырып қоямыз. Ал енді салмасын дайындау үшін бізге пияз қажет болады. Пиязды дәл видеода көрсетілгендей етіп турап аламыз. Турап болғаннан соң үстіне тұз және де бұрышты саламыз. Одан соң сұйық майымызды құйып, қолымызбен жақсылап езгілеп араластырамыз. Ал енді дайын болған қамырымызды алып, дөңгелектеп, жұқалап жайып аламыз. Қамырымызды жұқалап, дөңгелектеп жайып болғаннан соң, үстіне ерітілген сары майымызды құйып, біркелкі етіп жағып шығамыз. Енді салмасын барлық жеріне жететіндей етіп салып шығамыз. Енді дәл видеода көрсетілгендей етіп орап шығамыз. Сосын ортасына жеткен кезде кесіп, екінші жартысына дәл солай ораймыз. Енді табамызды дайындаймыз. Ол үшін табаға ұн сепсеңіздер де болады, немесе пергамент қағазын қойсаңыздар да болады. Ал енді пияз нанымызды табамыздың ортасынан бастап, бір-біріне жабыстыра отырып, дөңгелетіп шығамыз. Осындай дөңгелек формадағы нан шығуы тиіс. Сосын үстінен кішкене басып, оның үстіне жұмыртқамызды жағып шығамыз. Енді үстіне қалауларыңыз бойынша күнжіт сеуіп әсемдеулеріңізге де болады. Ал енді 180 градуста қызып тұрған пешімізге саламыз. Әркімнің пеші әртүрлі болғандықтан 25-30 минут аралықта қызарғанша ұстаймыз. Бүгінгі видео сіздерге ұнады деген үміттемін. Сіздермен бірге болған берекелі дастархан арнасы ас болсын.